Сәлем баршаңызға, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Унитаздың түбіндегі қақтарды кетірудің жолын көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен түбіндегі судың барлығын баклажканың көмегімен алып тастаймыз. Енді бізге уксус қажет. Шамамен 1 литрі. 70% болса тіптен жақсы. Оны түбіне құямыз. Салфетка немесе туалетная бумаганы осылай уксуске малып, жандарына жасап қоямыз. Ол жақта да қақтар толып қалады. Осылай унитаздың барлық жеріне жасап шығамыз, дәл видеодағыдай етіп. Сосын шамамен 8 сағатқа осылай қалдырамыз. Бұны түнге қалдырған өте дұрыс болады. Содан соң 8 сағат өткеннен кейін барлық қағазды алып тастап, түбін губкамен немесе щеткамен жеймендеп сүртсеңіз, барлығы айнадай тап-таза болып шығады. Жасап көріңіздер, егер ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Көптеген рецептер және лайфхактар күтіңіздер. Және колокольчикті басып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған мархабат.